Сәлем достар, бүгін мен сіздерге жеуге жарамды саңырауқұлақ жайында айтып беремін. Жеуге жарамды саңырауқұлақтар да жоғары сатыдағы ағзалар. Оларды өсімдік еті деген атпен бағалы тағамдардың қатарына қосады. Оның құрамындағы 10-20 құрғақ затының 2-4 нәруыз, 1 май болады. Құрамында қантты заттары да кездеседі. Бұл заттар саңырауқұлақтың дәмін жақсарта түседі. Жеуге жарайтын саңырауқұлақтарды улы саңырауқұлақтардан ажырата білуге. Жауынды жыл мезгілдерінде саңырауқұлақтардың қандай түрін болса да кездіруге болады. Солардың ішінде жеуге жарайтын саңырауқұлақтың 100-ге жуық түрі бар. Санитариялық қызмет негізгі ережелерді сақтауды ұсынады. Ылбыраған, тайғақ, құр түскен және зақымдалған саңырауқұлақтарды жолдардың жанында, шөл жерлерде. Сіз білмейтін саңырауқұлақтарды жинамаңыз және олардан тамақ дайындамаңыз. Өңделмеген саңырауқұлақтарды тоңазытқышта 1 күннен артық сақтамаңыз. Саңырауқұлақтарды консервілеу кезінде оларды мұқият тазалаңыз, шайыңыз және қайнатыңыз. Тұздыққа жеткілікті тұз бен сірке суын қосыңыз және банкаларды герметикалық қақпақтармен жаппаңыз. Назарларыңызға рахмет, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіз.